Барлықтарыңа сәлем. Бүгінгі аудио практикаға қош келдіңіздер. Бүгінгі аудио практика барлық әйел қауымына арналады. Бүгінгі әйелдік энергия туралы медитация сіздің ішкі күшіңізді тереңдетуге, өзіңізбен және айналаңыздағы әлемнен үйлесімділікті сезінуге көмектеседі. Әйелдік энергия интуициямен, жұмсақтықпен, қабылдаумен, жасампаздықпен және өтімділікпен байланысты. Міне, әйелдік энергияны оятуға арналған қарапайым медитацияны бастайық. Ең алдымен алаңдатпайтын тыныш жер табыңыз. Ыңғайлы отырыңыз немесе жатыңыз. Сіздің позаңыз тұрақты, бірақ босаңсыған болса жақсы. Көзіңізді жұмып, тыныштандыру және демалу үшін тыныс алуыңызға назар аудара отырып, бірнеше терең алыңыз. Көрнектілігі: денеңіздің ортасында, іш қуысында жатырда жылы жарық көзі бар деп елестетіңіз. Бұл сіздің әйелдік қуатыңыздың, күшіңіз бен шығармашылық күшіңіздің символы. Энергияны сезіну: бұл жарық бүкіл денеңізге тарай бастаған сезініп, сізді жұмсақ, бірақ күшті энергиямен толтырады. Бұл энергияның таралуына мүмкіндік беріңіз. Денеңіздің әрбір зашушасын, әсіресе шиеленісін болуы мүмкін мүліктерін босантыңыз. Қабылдау және сүйіспеншілік: сіздің әйелдік энергия тек жұмсақтықпен қабылдау ғана емес, сонымен қатар күш пен жасампаздық қабілетті екенін еске түсіріңіз. Әйелдігіңіздің барлық аспектілерін құшақтаңыз және жақсы көріңіз. Өзіңізден интуицияға, ішкі сезіміңізге және түсінігіңізге құрметпен қарауды сұраңыз. Қорытынды: өзіңізге үйлесімділік пен тепе-теңдік тілей отырып, бұл энергия сізге сенімдірек, сабырлы және шабыттандыруға қалай көмектесетінін елестетіңіз. Өзіңізге, айналаңыздағы әлемге және сізді қоршап тұрған барлық нәрселерге деген сүйіспеншілік пен қабылдау сезіміне толы болыңыз. Медитация аяқталғанын сезген кезде бірнеше терең тыныс алыңыз. Бірте-бірте шындыққа оралыңыз. Өзіңізбен және ішкі күшіңізбен байланысты сезініңіз. Сіздің әйелдік қуатыңызбен байланысыңызды тереңдету және өміріңізді үйлесімділікке толтыру үшін медитацияны үнемі қайталауға болады. Келесі жүздескенше.